Иосиф Сталин туралы ұзақ уақыт бойы жасырылған 10 ерекше факт. Көптеген жылдар өткеннен кейін Иосиф Виссарионовичтің жеке басына қызығушылық азаймайды. Оның айналасында көптеген болжамдар және аңыздар пайда болды. Батыста Сталин 20 ғасырдың ең қанды тирандарының бірі болып саналады. Ал Ресейде оған бір жақты қарамайды. Қалай болғанда да Сталиннің тұлғасы өте көп қырлы және таңғажайып. Осыны растайтын 10 басты факт. Иосиф Сталиннің рухани білімі болған. Горе теологиялық мектебінде, одан кейін Тифлис теологиялық семинариясында оқып, Маркс ілімімен танысып, астыртын марксистермен араласады. 1896 жылға қарай Сталиннің өзі семинарияда астыртын марксистік үйірмеге жетекшілік ете бастайды. Нәтижесінде ол экстремистік әрекеттері және марксизм-ленинизмді насихаттағаны үшін оқудан шығарылды. 1906 жылы Сталин Тифлисте банк тонау ұйымдастырды. Төңкерісшілер банк қызметкерлерінен өте үлкен соманы ұрлады. 300 000 рубль аймағында болды. Иосиф 8 рет қамауға алынды, бірақ 4 рет қамау орындарынан қашып үлгерді. Бір адамның өлімі қасірет, миллиондардың өлімі статистика. Көбінесе бұл тіркесті ұлы көсемге жатқызады. Айта кетейік, бұл туралы ресми растау да табылмады. Сірә бұл сөз тіркесінің авторы туралы қауесет Сталиннің жеке басына табынушылықты жою процесіне байланысты басталды. Оның үстіне бұл сөз тіркесі Эрик Мария Ремарктың қара обелиск ескертуі. Бір адамның өлімі өлім, 2 миллионның өлімі жай ғана статистика. Сталин бала кезінен ақылды болды және өзін-өзі тәрбиелеумен белсенді айналысты. Уақытын әртүрлі бағыттағы әдебиеттерді оқуға арнады. Гуманитарлық, техникалық, философиялық. Көшбасшы бірнеше шет тілдерін білген. Кеңес одағын басқарған кезде оның үлкен кітапханасы болды. Ондағы кітаптардың нақты саны белгісіз, өйткені мысалы ол қайтыс болғаннан кейін оның жеке мұрағаты жойылды. Әртүрлі деректер бойынша оның кітапханасы 20 000 кітаптан асты. Көшбасшы күніне 300 бетке дейін оқиды. Иосиф Сталин таңғажайып сауаттылығымен ерекшеленді және қатесіз жазды. Сталиннің барлық дерлік фотосуреттерінде оның сол қолы әдетте жасырылған байқадыңыз ба? Демек, ұлы көсемнің дертіне шалдыққан. Біріншіден, Сталин кемістікпен дүниеге келді. Оның сол аяғында біріктірілген саусақтар бар еді. Халық мұндай кемістікті тұяқ, кейде жалдың белгісі деп атаған. Сонымен қатар 12 жасында Иосифті көлік қағып кетті. Соның салдарынан оның сол қолында ауыр ақаулар пайда болды. Дұрыс емес біріктірілген сүйектерге байланысты аяқ-қол аяғына дейін иілуді тоқтатты және сыртқы жағынан қысқа болып көрінді. Ол құрғап қалып, осындай жарақатына байланысты әскери қызметке жарамсыз болып қалды. Сталин қайтыс болғаннан кейін оның денесі мумияланып, бірінші көсем Владимир Лениннің денесінің қасына кесенеге қойылды. Бірақ 1961 жылы жеке басына табынушылықты жою процесі аяқталғаннан кейін Иосиф Сталиннің денесі Кремль қабырғасының жанына қайта жерленді. Екі басшы кесенеде 8 жыл қатар жатты. Times журналы 2 рет Сталинді жыл адамы деп таныды. Журнал мұқабасына алғаш рет Сталиннің портретін беріп, оны 1939 жылы жыл адамы деп атады. Бұл Молотов-Риббентроп пактіне қол қоюға байланысты болды. Журнал бұл құжатты саяси аренада Гитлерге қарсы тұрудың соңғы сәтті әрекеті деп есептеді. Дегенмен бұл құжат Польша үшін де үкім болды. Өздеріңіз білетіндей, бұл пакт тиімді болмады. Екінші рет Сталин 1942 жылы жыл адамы атанды. Бұл жолы бұл атақ Орыс майданында неміс әскерлеріне сәтті қарсылық көрсеткен үшін алды. Сталин неліктен өзіне мұндай бүркеншік аталды? Бұл туралы екі нұсқа бар. Ұлы көсемнің шын аты Джугашвили. Ол грузин тілінен бұлай аударылған. Жуга – болат және Швили – ұл. Екінші нұсқада Сталин есімін арабша оқығанда Исталян болып шығады делінген. Аудармада бұл қарғысты алу, ал оған қанша қарғыс жауды, әсіресе қайтыс болғаннан кейін оны елестету қиын.